көктөктө сизге Бауыржан Момышұлы естелікке берді дедіңіз ғой, естелікке берді. Бұны бір не деуге болады, оқырмандарын біреу сыйлаған екен. Ана бұл 1975 жыл жеңістің 75 жылы қанша жыл болады? 30 жылдың қарсаңында үйіне барғанда қазір ғана кетті үйден бір оқырман келіп осыны сыйлап берді, мен саған сыйлағаным деді. Анау балама оны арнайы сатып алып өзі және ана жазу жазатын мекеме бар ғой, соған барып номер 1 Бауыржан Момышұлынан номер белгісіз Бауыржанға деп жазып бергені бар. Оны балам архив сұрап жатыр, бер дебім, бермей қойды. Бермеймін, өзім сақтаймын деп. Мына өрішкені бұл Баукеңнің ана лауреат атанды ғой, Абай атындағы мемлекеттік сыйлық алғанда, сонда берген. Анау көйлекті де бір барғанымда әйелінің шешесі бірге тұрды. Күләнді Ақбек деген. Ол кісі сол кезде 75-те кез еді. Баукеңнен бір 7-8 жастай үлкен. Бірақ Баукең әзілдесетін онымен. Әпке, мына Жамиланы сіз тудыңыз ба дейді. Жамила қызы ғой. Иә, мен тудым ғой, қарағым Бауыржан дейді. Асырап алған жоқсыз ба дейді. Жоқ, о асыраған несі деп. Туған соң ақылды етіп тумадыңыз ба дейді. Сенің алатынын білмедім ғой Бауыржан. Білгенді ақылды етіп туатын едім деп сөзден жығылмайды сондай. Енді ана